Жооп берші. Осылай айтуға қандай қақың бар? Кім саған рұқсат берді? Сауалға жауап беріңіз. Жақияға шомылдыру рәсімін әмір еткен Құдай ма, адам ба? Не деп айтамыз? Құдайдың әмір деп айтсақ, онда неге Жақияға сенбедіңдер дейді. Егер адамның әмірі десек, мына халық бізді таспен ұрып өлтіре. Өйткені олар Жақияны пайғамбар деп есептейді. Кімнің әмірімен шомылдырғанын білмейміз. Онда кімнің әмірімен бұлай істегенімді мен де айтпаймын.